Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгін сабағымыздың тақырыбы қазіргі қазақ тілі синтаксисінің түйдекті тіркестер деп аталады. Сабақтың мақсаты түйдек тіркестердің лингвистикалық табиғатын айқындау және солардың негізгі қасиетін белгілеу. Түйдекті тіркес дегеніміз негізінен күрделі тіркес болып саналады. Бұл өзара байланыста лексика-грамматикалық топ болды. Сөз тіркесінің бір сыңар қызметіне жұмсалатын тіркес түйдекті тіркес деп аталады. Сөз тіркесінің бір сыңар қызметіне жұмсалғаннан кейін ол бір ғана сұраққа жауап береді және бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Сөз тіркесінің құрамына қарай біз жай сөз тіркесі және күрделі сөз тіркесі деп бөлеміз. Жай сөз тіркесі дегеніміз барлықтарыңызға мәлім, бағыныңқы сыңарлы, басыңқы сыңарлы тек бір ғана сөзден болады. Сол кезде ол жай сөз тіркесі деп аталады. Ал күрделі сөз тіркесі бағыныңқы сыңар не басыңқы сыңар кемінде екі сөзден болуы мүмкін. Бағыныңқы сыңарды басыңқы сыңар да кемінде екі сөзден болуы мүмкін. Немесе бағыныңқы сыңар бір сөзден болып, басыңқы сыңар екі сөзден. Немесе керісінше де болуы мүмкін. Сол кезде оны біз күрделі сөз тіркесі деп қараймыз. Ал енді күрделі сөз тіркесі міндетті түрде түйдекті сөз тіркестерінен құралады. Түйдекті тіркестер негізгі сөз бен көмекші сөздердің тіркесінен жасалады. Ол жерде көмекші етістік қатысуы мүмкін, көмекші есім қатысуы мүмкін, шылау сөздер қатысуы мүмкін. Негізгі сөз міндетті түрде тұрады, және сол осы көмекші сөздер соның шылауында келіп, күрделі сөз тіркесін. Соның ішінде түйдекті тіркестерді жасауы мүмкін. Қазіргі қазақ тілі синтаксисінде сөз тіркесіне үлкен еңбегін сіңірген Мәулен Балақаев сөз тіркесінің бір сыңар қызметінде жұмсалатын түйдекті тіркестер қалпында айтылатын сөздер тобына, оның құрылысына тоқталады да, оларды 5 топқа бөледі деп айтсақ болады. Күрделі етістіктер тобы, есім мен көмекші етістіктер тобы, қосарлы есімдер тобы, күрделі есімдер тобы және тұрақты тіркестер. Міне осылар келген кезде сөз тіркесінде бұл жаңағы түйдекті тіркесті құрайды екен. Қазақ тілінде басқа түркі тілдеріндегідей етістіктердің бірнеше топтан бір күрделі мүше бола алатыны белгілі. Міне мұнда етістіктер күрделі етістіктер деп аталады. Түйдекті тіркестер құрамындағы етістіктер өзара көсемші, кедей есімші тұлғалар арқылы байланысады. Біз осы түйдекті тіркестерге байланысты мысалдарымызды Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романынан алып қарастырды. Мысалы, жексенбі сайын кафедральды соборға оны күймемен Тұрар алып барар еді. Осындағы күймемен алып барар еді дегендегі түйдекті тіркесті алып қарайтын болсақ, алып барар еді деген оңай етістіктерден болды. Етістіктерден болған басыңқы сыңар, етістіктерден болған түйдекті тіркес. Немен алып барар еді? Күймемен. Менгерле байланысқан топтастық қатынастағы етістікті тіркес. Жалғау тәсіл арқылы байланысқан немесе синтетикалық тәсіл деуге болады. Түйдек тіркес болған кейін әрине бұл күрделі тіркеске жатады. Жанама объектілік мағына зат есімі мен етістіктің тіркесінен жасалған. Жан-жақтан ағылып келе жатқан шәкірттердің арасынан ара-тұра қара домалақ қазақ балалары да кездесіп қалады дейді. Қызыл жебе романында бірінші беттен алынған. Жаңа біздің күрделі етістіктерден жасалған түйдек тіркестеріміз басыңқы сыңарда тұрған еді, енді керісінше бағыныңқы сыңарда келгенде біз мысалы келтіріп жатырмыз. Ағылып келіп жатқан бағыныңқы сыңар шәкірттердің басыңқы сыңар. Қай шәкірттердің деген сұраққа жауап береді, қабысқа байланысқан анықтауыштық қатынастағы есімді тіркес. Бұл енді аналитикалық тәсіл. Аналитикалық тәсілдің өзі үш түрі бар. Соның ішінде мынау орын тәртібі тәсілі арқылы байланысқан. Сын қимылдық мағынаны білдіреді, етістікпен зат есімі тіркесінен жасалған десек болады. Құрамды етістіктегі есім сөздерге белгілі көмекші сөз тіркесі болған қимыл мағынасын қосу арқылы жасалған етістіктер тобы аталады. Мысалы, марқұм өмірдің ақырына дейін ұлы империяға, ұлы мәртебелі патшаға адал қызмет етті дегенде, адал қызмет етті деген тіркесті алып қарсақ болады. Қабыса байланысқан психологиялық қатынастағы ортақ басыңқы тіркес дейтініміз. Мына жерде қызмет дегеніміз зат есімнен, етті деген көмекші етістіктен болғандықтан біз бұны ортақ басыңқы тіркес деп айтамыз. Есім мен көмекші етістіктің тіркесінен жасалған деп қарастырамыз.
Ал романда қосарлы есімдер мен күрделі есімдер тобына келетін болсақ, қоқан заманынан бергі толып жатқан алым-салықтардың куәлігі болып шықты дейтін болсақ, сол Қызыл жебе романдағы 76-шы беттен алып қарап отырмыз, алым-салықтардың куәлігі. Бағының сыңарымыз алым-салықтардың қосарлы есімдерден жасалған түйдекті тіркес болып тұр. Оны біз матаса байланысқан анықташтық қатынастағы есімді тіркес дейміз. Дің деген іліксектігінің жалғау арқылы байланысқаннан кейін синтетикалық тәсіл немесе жалғау тәсіл арқылы байланысқан дейміз. Есіктің алдында тұрған екі солдат селт еткен жоқ. Есіктің алдында тұрған деп қарастыратын болса, бұл меңгеріле байланысқан пысықтауыштық қатынастағы етістікті тіркес синтетикалық тәсіл анда деген септік жалғау арқылы байланысқан қайда деген сұраққа жауап береді де мекендік мағынаны білдіреді. Күрделі есім деп қарап отырғанымыз мынау есік деген зат есім, алды деген көмекші есім. Негізінде көмекші есімдерді көбінесе осы зат есімдердің ішінде қарастырамыз, сондықтан күрделі есімдер тобы деп отырғанымыз осы алды, арты, асты, үсті, жаны, қасы, маңы, іші, сырты деген осы көмекші есімдердің бәрі негізгі зат есімдермен тіркесу арқылы түйдекті тіркес жасай алады екен. Тұрақты тіркестерден де болса, біз оны да түйдекті тіркеске жатқызамыз. Мысалы, жылқышы құстың ысқырып қалғаны, үкінің уһілегені, гүлбақылардың кенет оянып кетіп байбалам салғаны, оқыстан ауылға ит құс дегендей бар ит атаулы жабулар шуылдаған адамның төбе шашын тік тұрғызғандай еді. Осындағы түйдекті тіркес төбе шашын тік тұрғызғандай еді. Бұл тұрақты тіркестерден жасалған түйдекті тіркес бір ғана сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарып, сөз тіркесінде де бір ғана сыңар немесе бір компонент қана бола алады. Адамның төбе шашын тік тұрғызғандай еді дейтін болсақ, осындағы адамның деген бағының сыңар болады да, төбе шашын тік тұрғызғандай еді деген басыңқы сыңар қызметін атқарады. Наташа үрей ұшып жүрек аузына тығылып, пәуескенің жақтауынан қарсы ұстап шыр-шыр етеді. Жүрек аузына тығылып шыр-шыр етеді. Мына бірінші сөйлемде тұрақты тіркес басыңқы сыңарда тұрған еді. Енді жүрек аузына тығылып дегенде біз бағының сыңарда қарастырып тұрмыз. Жүрек аузына тығылып шыр-шыр етеді. Яғни қайтып шыр-шыр етеді, жүрегі аузына тығылып шыр-шыр етеді. Жанаса байланысқан тіркес болып тұр бұл жерде. Шыр-шыр етеді дегенімізде түйдекті тіркес болып, бағыңқы сыңарда түйдекті тіркестен жасалған, басыңқы сыңарда түйдекті тіркестен жасалған. Ал енді шектеулі тіркес дейтін тіркес бар. Бұл шектеулі тіркесі біз түйдекті тіркестің ішінде қарастырылады міндетті түрде. Кез келген шектеулі тіркес түйдекті тіркес болады, бірақ кез келген түйдекті тіркес шектеулі тіркес бола алмайды. Енді шектеулі тіркес түйдекті тіркестің бір түрі болатындықтан біз осы түйдекті тіркестің ішінде қарауды жөн көрдік. Соның ішінде тақырыптық топтарға бөлетін болсақ, туыстық қатынасты білдіретін шектеулі тіркестер ұл бала, өгей шеше, кәсіп дәрежені және әкімшілік басқаруға байланысты шектеулі тіркестер уақытша үкімет, киім-кешек атауларына байланысты шектеулі тіркестер құндыз бөлік, киіз қалпақты, шөп өсімдік атауларына байланысты шектеулі тіркестер қара сора, сасыр сояу, ұру атауларына байланысты шектеулі тіркестер шымыр, дулат, шілмембет ұру, шымыр ұруы, дулат ұру, шілмембет ұру десек, бұның барлығы осы Қызыл жебе романынан алынған шектеулі тіркестер. Мал атауларына байланысты шектеулі тіркестер торат, тауешкі, тағам атауларына байланысты шектеулі тіркестер сары май, қандай май деп бөлек талдай алмаймыз. Осы тұрған күйінде бір ғана сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Адам анатомиясына байланысты шектеулі тіркестер тайқы маңдай, бас бармақ, сұқ саусақ, ортан саусақ, қару, сайман атауларына байланысты шектеулі тіркестер тұтам кісен, дойыр қамшы, табиғат атауларына байланысты шектеулі тіркестер ақ боран, үлпек қар, топонимикалық атауларға байланысты шектеулі тіркестер ұрыстылы алқабы, аспара тауы, тұрмыстық зат атауларына байланысты шектеулі тіркестер қалы кілем, майшам, діни ұғымдарға байланысты шектеулі тіркестер бас имам, киіз үй жабдықтарына байланысты шектеулі тіркестер киіз үй және тағы да басқа. Шектеулі тіркес дегеніміз негізі сан жағынан өте аз қолданылатын, көбінесе мына терминдік сипатта қолданылатын түйдекті тіркестің бір түрі. Ал енді шектеулі тіркесті құрастырушы сыңарларына қарай, немесе олардың компоненттерінің санына қарай да топтастыруға болады екен. 2 сыңарлы, 3 сыңарлы, 4 сыңарлы, 5 сыңарлы деп бөле беруге болады. Мысалы, 2 сыңарлы шектеулі тіркестер құндыз бөлік, қасқыр ішік, тақалы етік, 3 сыңарлы солтүстік мұзды мұхит. Мысалы, мұхит дегеннің өзінен шектеулі тіркеске 4-ақ мысал келтіруге болады. Солтүстік мұзды мұхит, тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты деген сияқты. Яғни шектеулі өте сан жағынан өте аз кездесетін терминдік сипатта қолданылатындықтан бұлар шектеулі тіркес деп отыр. Ал енді 4 сыңарлы жалғаулықты салалы, құрмалы сөйлем мысалы. Одан да көп
көп бағыныңқылы сабақтас тұрмалас сөйлем, көп басыңқылы сабақтас тұрмалас сөйлем деген сияқты 5 сыңарлыда етіп осы шектеулі тіркестерді құрамына қарай шектеп көрсете беруге болады екен. Бұл шектеулі тіркес дегеніміз сонымен қорытындылаған кезде күйдікті тіркестің бір түрі, кез келген шектеулі тіркес осы күйдікті тіркес болады. Назарларыңызға рахмет.